Қазақта өмірде екі таңдаудан жаңылмау керек деген сөз бар. Соның бірі мамандық таңдау. Шынында да дұрыс таңдалған мамандық жарқын болашақтың берік негізі. Негізгі осы кездесуіміздің мақсаты сіздердің бүгін оқып жатқан мамандықтарыңыздың ел игілігі үшін қаншалықты маңызды екенін ұғындыру. Әрқайсыңыз өз ісіңіздің шебері болып, таңдаған салаңызды дамытып, оның құнын терең түсініп, нағыз кәсіби маман атануға ұмтылуыңыз қажет. Осы бағытта өз тәжірибесімен бөлісіп, ой қозғайтын спикерімізді ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Білім Групп компаниясының негізін қалаушыларының бірі, Қазақ тілі халықаралық қоғамы республикалық бірлестігінің атқарушы директоры, Ұлттық аударма бюросы қоғамның қорының жетекші жобалар менеджері Әшім Нартай Қасымжанұлын қошеметпен қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қыздар, жігіттер. Барлықтарың енді біздің Маңғыстауша айтқан кезде не хабар дейміз ғой. Өздерің бәрі жақсы ма? Көңіл күйлерің бәрі. Маңғыстаудансыңдар ғой бәрің, иә? Бәрің Жаңаөзенненсіңдер ме? Басқа районнан бар ма? Аудандардан? Бәрі Жаңаөзеннен, иә? Енді жігіттер мен қыздар, бұл жерге не үшін жиналып отқандарыңды, Астанада не істеп жүргендеріңді білетін шығарсыңдар. Сол жағынан кішкене бізге енді мотивация айтыңыз, балалардың кішкене рухын көтеріңіз, сондай бір әңгіме айтып беріңіз деп сұрап жатырды. Бірақ негізінен сендермен бір ашық сұхбат болсын, өздеріңнің мазалап жүрген әңгімелерің бар, мәселелерің бар. Сол жөнінде кішкене ақылдасып кеңесіп көрейік. Бұл бір сіздерге арнайы бір дәріс оқып, бір уағыз айтатын кездесу емес. Мазалап жүрген, көңілдеріңде жүрген. Осында отырған қыздар, жігіттер, ауылын, елін сағынып жүргендер, қолдарыңызды көтеріңдерші. Қалғандарың сағынбайсыңдар ма? Сағынбайтындар көтеріңдер. Бәрің сағынасына, түсінікті. Бірінші курстар қолдарыңызды көтеріңіз, бір биыл түскен. Енді сіздер мына жерге не үшін жиналып отқандарыңызды түсінетін шығарсыңдар деп ойлаймын. Сіздер мына грант иегерлері деп айтып жатыр сіздерді. Неге сіздер қазір үлкен мына есею жолында үлкен қадам жасадыңдар. Үлкен қадамның бірі есеюдің балалықтан айырмашылығы жауапкершілік алу. Сендер әрқайсың қазір өз өмірлеріңе жауапкершілік алып жатсыңдар. Енді сіздерме бір табан жақынбыз. Менің өзім енді атым Нартай. Мамандық таңдауда жаңылысқан да, мүмкін жаңылыспаған да адам шығармын. Көп мамандықтың түр-түрін жасаған адам. Негізі мамандығым мұнайшы, инженер. Маңғыстауда 4 жыл өмір сүрдік. Маңғыстаудың қыр-сырын бәрін көрдік. 2008 жылдан бастап 2011 жылға дейін, көктеміне дейін сол жерде болдық. Күзде өкінішке қарай өзен оқиғасы болды, бірақ дегенмен де Маңғыстау өте жақын жанымызға. Батыста, Атырауда, Оралда, Ақтөбеде, Қызылордада барлық қандай мұнай кеніш орындары бар. Барлығында жұмыс істеп көрдік. Қашағанда, теңізде білесіздер, Каспийде. Біз енді керісінше бана Есеяға айтып кетті, бұл кісі журналистикаға барып, технологияға бармайым деп шешім қабылдаған. Мен керісінше журналистикаға барып, Казгудың журфагында 3 ай оқып, ол жақтан шығып кетіп, келесі жыл қайттан политехке түскен адаммын. Сондықтан мамандықта ол кезде енді мұнай деген жаңадан шығып келе жатқан, осында әке-шешесі мұнайда істейтін адамдар бар болса, қолдарыңызды көтеріңіздерші. Көпшілігіңіздің әке-шешеңіз оператор, мұнай өндірісінде жұмыс істеп жатыр. Жаңаөзеннің тарихы таза мұнаймен байланысты. Бұрын айтатын, если ты тупой, поступай на нефтяной дейтін. Кейінгі кезде қазір айтады, если ты крутой, поступай на нефтяной дейді. Сондықтан заман өзгереді, әртүрлі мамандықтың сұранысы мен несі болады, қажеттілігі болады. Сондықтан мамандық таңдауда, мамандық ол қазіргі заманда бүткіл өмірлеріңді анықтайтын дүние болмайтын болып тұр қазір. Қазір мамандық емес маңызды болып тұрғаны бұл таза дағдылар. Сіз не істеу білесіз? Сол маңызды. Енді осы жерге келейік. Сіздер не үшін отсыңдар Астанада? Барлығың. Осы жарқын болашақ деген жоба не үшін болып жатыр? Кезінде Жаңаөзен қаласы құрылған кезде бұл 120 мың тонна жылына өндіріс табатын максимум 60 мың адам өмір сүретін қала ретінде жоспарланған. 60 мың адам 120 мың тонна өндіріс болған кезде. Қазір халық саны 60 мыңнан әлдеқайда көп. Дұрыс па? Мұнай табысы әлдеқайда төмен. Обводнение деген ұғым бар, суланады, мұнай суланады, ана мұнайды көтеру қиын болады.
бүткіл кез келген резервуар, кез келген месторождениеде кез келген мұнайды шығарудың қазіргі технологияның жеткен жері 30% мұнайдың, жердің астындағы мұнайдың 30% біз шығара аламыз қазір. Коммерчески, пайда әкелетіндей. Қалған 70% судың көбейіп кетуі, сумен араласып кеткендіктен, анау геологиялық құрылымның қиындығынан қалған мұнай жер түбінде қала береді. Өзеннің мұнайын білесіздер, ол парафинистік, парафин көп ішінде. Парафин не екенін білесіздер, яғни свеча. Қызса сұйықталады, кішкене салқындай бастаң, ана қата бастайды. Енді елестетіп көріңдер, ана жер астынан 1500-2000 метрді мұнайды көтеру. Сондықтан қазіргі таңда технология, өкінішке қарай, технология мүмкіндігі шектеулі, лимит бар технологияның. Адам саны көбейіп жатыр, жұмыс аз. Шындықты білулерің керек, егер қазір өзен мұнай газ өзіне қажетті ғана адамдарды алатын болса, сол өндіріске қажетті, онда қазіргі жұмыс істеп жатқан адамдардың 80% керек емес өзен мұнай газға. 80% адам қазір еңбекті ана жерде адамдарға жұмыс беру үшін төлеп жатыр. Егер ол бизнес тұрғысынан қарасаңыздар, тиімділік тұрғысынан қарасаңыздар, онда өзен мұнай газға әрі кетсе 400-500 адам жеткілікті ана жерде. Себебі қазір технология бар, смарт скважина, неше түрлі технологиялар бар, инвесторлар келуге дайын, бірақ біз оны жасай алмаймыз. Сондықтан жалпы Қазақстанда осы мықты елдің балалары, мықты жердің балалары осы жерде қалып қалмасын. Түбек, білесіздер, ұн қымбат, картоп қымбат, бәрі Маңғыстауға 90% нәрсенің барлығы Маңғыстауға бір жақтан келеді. Білесіңдер, будай қымбат. Мұнайшылардың бағасына негізделеді базардың бәрі, дұрыс па? Мұғалімдер, дәрігерлер, бары мұнайшылар сияқты ақша таппайды. Баға қымбат. Себебі ол жерде барлығы келеді. Жылқы еті Оралдан, жұмыртқа Қостанайдан, жеміс-жидек банағы Шымкенттен, аннан барлығы келеді. Сондықтан баға да удай қымбат. Ол жерде енді судың болғанның арқасында, қазір енді ауыз судың опреснитель тұрғанның арқасында кішкене енді қала өміршілік тіршілік бар. Волгадан су келеді, білесіңдер ғой, білетіндерің бар ма? Маңғыстауға, Ақтауға ана Еділден труба бар. Трубамен ауыз су келеді. Егер Маңғыстаудың мысалы көп адам біле бермейді оны. Бұл ауыз судың келуіне байланысты. Сондықтан сіздерді, осы жастарды мүмкіндігін көбейту үшін, сіздердің мүмкіндіктеріңізді, сол жерде халықтың мүмкіндігін көбейту үшін осындай жоба шығарып жатыр. Сендер өте үлкен жеңімпазсыңдар қазір. Сендер Маңғыстаудан шығып, мейлі университет болмай қойсын қазір, барлықтарыңыз колледжде оқып жүрсіздер, бірақ соның өзінде жауапкершілік алып, осы жерге келіп отырсыңдар. Бұл жауапкершілікті былай түсіну керек. Адам баласы, біз енді есеяға бар, біз бәріміз қазір тіл мәселесімен айналысамыз. Мазмұн дайындаймыз, қазақшаға аударамыз. Ағылшыннан, басқа тілдерден мәтін аударамыз, қазақша күшті терминдер құрастырамыз, жаңадан ұғымдарды. Тіл саласында мынандай ұғым бар. Оны семиотика дейді ғой. Егер ол нәрсенің атауы болмаса, ол сіз үшін жоқ. Если вы его никак не называете, для вас он не существует деген ұғым бар. Жоқ, ештеңе. Сіз, мысалға, қара торы жылқы, көк ат, қасқа деген кезде көздеріңізге елестейді бір нәрсе, дұрыс па? Сіз анық білесіз қандай жылқы екендігін. Дұрыс па? Ал егер пурпурно-зелено-малиновый десе қазақша не деп аударасыздар? Сіздер үшін ондай түс жоқ қазақша. Кейбір Африканың халықтарында 3 түс бар. Қызыл, қара, ақ. Оларда басқа түс жоқ. Бізде түс атауын атаған кезде, бізде де негізі бұлай көп емес атау. Біз малға, жылқыға айтқан кезде жирен, торы, неше түрлі күшті аттар айтамыз. Бірақ өмірде мына жерде орындықтың түсі қандай десеңіз, мынау енді қоңыр ағаш, бұлай сұр түсті, көк сұр бір неме деп айтамыз. Біздің тілімізде, яғни бұндай ұғымдар әлі жоқ. Біз үшін жоқ, біз оның бәрін көк дей береміз, немесе сұр дей береміз. Сол сияқты адам неғұрлым көргені аз болса, соғұрлым оның білетіні бұл кісі туралы, бұл кісілерге, мысалы сіздер Марс туралы күнде ойламайсыздар ғой. Біз үшін Марс жоқ сияқты. Бүгін қазақтың керемет ғарыш кемесі ұшты. Үлкен жаңалық. Қазақтың ғылымының, технологиясының, техникасының шарықтау шегі бүгін Байқоңырдан керемет Қазақстанның дайындаған ұшағы шықты, ғарыш кемесі ұшты. Үлкен мәселе. Ал мысалы Илон Маск дегенді білетіндеріңіз бар ма? Кім біледі? Көтеріңіздер қолдарды Илон Маск. Илон Масктың арманы не ол?
күшті қазір қандай фирмалар бар? Tesla, SpaceX, тағы бір неме деген, иә? Оның барлығының айналып келген кезде бір мақсаты бар. Марсты не істеу? Колонизация. Марсқа адам жіберу, сол жерде мекендеу. Енді бұл жердегі әңгіменің түп төркіні сіздер Астанаға келіп, Астананың өмірін көріп жатсыңдар. Астананың өмірінде, Астанада мүмкіндіктердің көп екендігін, басқа дүниелерді көріп жатсыздар. Бұл анау өзеннен шыққан бала үшін үлкен дәреже, үлкен. Ол сіздерді айтпаған күннің өзінде Қостанай, Павлодар, мына жерден Қарағанды, мына жерде тұрған Көкшетау қаласында өмір сүріп, қаласында, анау Жаңаөзенде емес, Ақтау қаласы емес, ол облыс орталығы емес. Мына жерде тұрып жүрген балалардың өзі бәрі орысша сөйлейді, бәрі орысша күшті білетін балалар үшін Астанаға келу үлкен дәреже, арман. Сіздер енді орысша үйреніп жүргендеріңіз бар ғой, қалай орысша? Жақсы кетіп жатыр ма, әлде қиын болып жатыр ма? Ағылшын тілі бар. Ағылшын тілі бар, үйренетін нәрсе көп. Енді Ақтауда 28-ші микрорайон бар, дұрыс па? Халық арасында оны Қазақ ауылы дейді. Солай ғой. Неге олай аталады деп ойлайсыздар? Себебі Ақтау қаласының құрылысының тарихын білесіңдер. Кезінде о жерде атомды реактор қойды, о жерде қала салынды 73 жылы. Кезінде бөлек Маңғыстау облысы құрылды, дұрыс па? Ақтау қаласында қазақтар тұрмайтын. Ақтау қаласы тікелей Москваға бағынатын. Ақтау қаласы. О жерде Министерство среднего машиностроения деген завод не болады, министрлік болады СССР-дің кезінде. Ол мана атомный реактор БН-350 деген бар ғой, БН недегі, Маектегі. Сол қазір оны өшіріп тастады енді. Сол жерде реактор тұратын. Сол реакторды басқару, құрылысын жасау барлығы Москвадан, Ленинградтан келген кісілер тұратын. Қазақтарды қалаға кіргізбейтін. Ең жақын шетпеден адамдар кіре алмайтын. Сол шетпе ол шекара болатын. Білесіңдер ғой. Содан кейін оның ар жағында қазақтар тұрады. Ақтауға қазақтарға кіруге болмайды. Егемендік алғаннан кейін 28-ші микрорайон қазақ адамдары ауылдан шетпеден көшіп келіп, сол жерде енді қазақтардың көп мекендегенін сол қазақ ауылы деп атап кеткен сол жерде. Қазір Құдайға шүкір Ақтау қаласы қазақтың қаласы. Дұрыс па? Ақтау қаласында көпшілігі қазақтар қазір неден қалған кезінде енді қалған орыстар бар, 14-те, 7-де, 9-да тұрып жатқандар, күшті теңіздің жағасында болған орыстардың барлығы олар анау ата-бабалары Қазақстанда тұрып өскен адамдардың ұрпақтары емес. Кейін келген, Ақтауды салған, Ақтаудың құрылысына араласқан адамдар. Сондықтан енді сендер елестетіңдер. Сөйтіп Ақтауға кіре алмаған бабаларыңның сендер ұрпағы ретінде қазір Астанадасыңдар. Құдайға шүкір, қазақ ешқашан қала салмаған дейді, міне қала салып жатсыңдар, осының бәрін көріп жатсыңдар. Енді сендер осында жүрген кезде Маңғыстаудың өкілі ретінде жүресіңдер. Маңғыстау дегенде адамға қандай нелер келеді? Не ойлаймыз Маңғыстаудың адамын көрген кезде? Осында адамдар не ойлайды Маңғыстауды көргенде? Барлығы күйші, барлығы жыршы дейді, дұрыс па? Сендер сол жағынан өздеріңді қаншалықты насихаттап жүрсіңдер. Өткөл, анау үлкен елдің өкілісіңдер осында жүрген. Сол мәселе бар. Сондықтан мен айтайын деген бұл ойдың барлығы қадірін білу деген бар да, парқын. Енді сендер қазақи ортадан шыққан, қазақ тіліндегі мәдениеттен сусындаған жастар ретінде білесіңдер, парқын білу деген нәрсе бар. Қадірін білу. Енді талай бала қазір араларында үйін сағынып, ертең мына біткеннен кейін қайтадан ауылға барып қайтам да, сол жақта тұрам, сол жақта өмір сүрем деген. Негізі менің енді сіздерге айтатын сөзім, ауылға қайтуды мақсат етпеңіздер. Сіздер белгілі бір деңгейге көтеріліп алдыңыздар. Сол деңгейден түспей, келесі деңгейге көтеріліп кетуді ойлаңыздар. Қазір ойларыңызда, біз енді Астанада қиын, ақша таба алмай жатырмыз, жұмыс қалай болады екен, оқу қиын, халқы деген суық екен, бәрі орысша сөйлейді екен, мына жерде табу қиын, қысы да суық, жазы да қызық, қиналып кеттік деп ойлайсыңдар ғой, дұрыс қой, сондай ой келеді. Ауылға барсақ, өз әке-шешем бар, шайын ішем, бүйтем, сөйтем дейсіңдер. Бірақ егер өздеріңнен енді осы қадамға келген екенсіңдер, осы сатыға көтерілген екенсіңдер, қайттан түсіп кету оңай, қиын емес. Бірақ қайттан Астанаға келіп,
мекендеп осы жерде ұстап қалу мүмкін болмай қалуы мүмкін. Ол сіздер қазір қарап отырсыздар ғой, Астанада күшті үйлер көп салынып жатыр, адамдар көп көшіп келе жатыр, оның да шегі бар. Күндердің бір күнінде Астана қаласы жабылады. Себебі ондай мегаполисті басқару, ол жерде адамдардың барлығына мүмкіндік жасау мүмкін болмай қалады. Сондықтан мүмкіндік кезде Астанаға бүткіл адамзат тарихында Наполеоннан бастап барлық Ломоносов болсын, Москваға барған Наполеон болсын, Корсикадан Парижге барған кез келген мақсат көздеген адамдардың барлығы өзінің орнын қайдан іздейді? Астанадан. Астана деген, столица деген сөзден, біздің Астанадан емес. Сондықтан сіздердің қазір қолдарыңызда сол тұр. Әбішті кім біледі? Әбішті білесіздер ме? Әбіш Кекілбаевты? Иә? Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын оқыдыңдар ма? Бәйге торы деген шығармасын оқып бердіңдер? Бәйге торы. Егер оқымасаңыздар, бүгін барып сол міндетті түрде Бәйге торыны оқып шығыңыздар, иә? Бәйге торы енді жылқының образына келтіреді. Ол жылқы қиналады, ол жерде бір қатты бір жылқышылар ол қинайды, сосын ол жердегі бір әйгілі бір жақсы ұнап қалған, мен мектеп кезінде оқыған не еді, шығарма еді, сол кезде ана қас жүйріктің белгісі қиқуды көрсе жұлқынған деп айтады. Яғни ол батып қалады, бір балшық батып қалады да жылқы. Сосын ана кім бәйгеде қатысқан кезде ана үстіндегі отырған манаға жігіт қамшылап тұрғызайын деп қамшылайды ана жылқыны. Ана жылқы намыстанады. Намыстанған кезде ана тұра алмайды. Неғұрлым не істеген сайын жұлқынған сайын бата береді балшыққа. Сосын бір ақылды жылқышы бір кісі айтады, сен ол намысына тие бермей, ол жылқының қасынан бір жылқыларды өткіз дейді. Сол кезде аналарды көрген кезде өзі тұрып не істейді, тұрады дейді. Сіздердің де қазір өмірлерің соған ұқсас. Сіздер қазір манағы неше түрлі қастарында Астанада, өзенде олай болады деп ойлаймаймын. Ақтауда да олай болмайды. Мынандай керемет қиқуларды көрген, мынандай керемет құбылыстарды, мына әлем кеше әлем орталығы ашылды мына жерде. Сендер ана оң жағалауда тұрады дейді. Оң жағалаудан қайта мына жаққа келе беру қиын, әңгіме тыңдау, адамдар неше түрлі шақырамыз дейді, мысалы жарқын болашақ. Соның барлығына кішкене балалар белсенді емес болып жатады дейді. Түсінемін. Бірақ қазіргі қиқудың бәрі осы жақта болып жатыр. Сондықтан ерінбеу керек, жасау керек. Бүгін мен негізі айтайын деген бір тақырыбым бұл шешім қабылдау. Шешім туралы. Барлығымыз өмірімізде шешім қабылдаймыз. Мамандық таңдағанда, қалыңдық таңдағанда, қыздар жігіт таңдағанда, жігіт болады, сосын тұрмысқа шығасыңдар ма, ол жігітке шықпайсыңдар ма, ол да үлкен маңызды нәрсе. Қазір red flag, green flag деген неше түрлі нелер болып жатыр ғой. Абьюзер, не абьюзер, газлайтер, там қыздардың да қазір нелері көп, жігіттердің де қазір несі көп. Мүмкін болса басқа өңірдің жігіттеріне шығыңдар, жігіттер басқа өңірдің қыздарын алыңдар, генофонд дамиды сонда. Осында мүмкіндік бар, ол Астанада ғана ондай мүмкіндік бар, иә? Сондықтан шешім қабылдау мәселесі тоқталсақ. Бәрің шешім қабылдайсыңдар, таңертең тұрғаннан бастап. Ең алғашқы, ең мықты шешімдер сендер уже істеп қойдыңдар. Сендер осында келіп отырсыңдар Астанаға. Иә, осы грант, ертең осы грантты жариялаған кезде сендер итеріп біреу не істеген жоқ қой, осы бағдарлама бар, колледжге барып түс, Астанада бір колледждер бар екен, соған барып түс, осындай мамандыққа деп сендерді ешкім итерген жоқ. Өздерің келдіңдер, өздерің жасап жатсыңдар. Енді көп шешім қабылдайсыңдар. Шешімді өмір бақи қабылдаймыз. Біз осы уақытқа дейін де шешім қабылдап келе жатырмыз. Нашар шешім бар, жақсы шешім бар, өкінетін шешімдер бар. Бірақ шешім күнде жасайсыңдар. Шешімнің екі түрі бар. Ең сендер қазір алғашқы дәрежесінде жүрсіңдер. Сендер қазір шешімді өздерің үшін қабылдайсыңдар. Біраздан кейін сендер бұл шешімді біреу үшін қабылдайсыңдар. Иә, басшы боласыздар, 3-4 адамның жетекшісі боласыңдар, әйелдерің болады, бала шағаларың болады. Ана бала мына жаққа оқысын, мынандай ертегіні тыңдасын, мынандай тілде сөйлесін деген шешімдер қабылдайсыңдар. Енді осы шешімді қабылдаған кезде мұқият болу керек. Күнде шешім. Бүгін таңертең мысалға осы жаққа барған кезде уақытымды қалай жұмсаймын, не істеймін? Айтпақшы, қазір күшті сұрақ қойсаңдар, сендерге подарок бар, сыйлық бар. Сұрақтарыңды да дайындап отырсыңдар болады. Шешім қабылдаған кезде мынандай категория бар. Егер сен ол әрекет жасасаң, не болады, жасамасаң не болады?
Бүгін мынандай кімнің аты? Бір атеист пен діни адамның екеуінің үлкен несі бар, дауы бар, спор. Айтады да, дилемма Паскаля ғой деймін. Дилемма Паскаля деп аталады ғой деймін. Егер Құдайға сенетін кісі, Құдай бар екендігіне сенсе, ал Құдайға сенбейтін адам, Құдайдың бар екендігіне сенбесе, екеуі сондай жағдайда. Вот Құдай жоқ дейік. Онда екеуінің қолында қалатын нәтиже қандай болады? Дұрыс қой. Анау Құдайға сенді, мынау Құдайға сенбеді. Бірақ Құдай жоқ. Онда бәрі не болады? 0-0. Дұрыс қой. Ешкім ештеңе жоғалтпайды. Бірақ Құдай бар дейді деп сенейік. Сол кезде мына Құдай жоқ деген кісі қалай болады? Миллион минусқа кетеді, дұрыс па? А Құдай бар деген кісі не істейді? Миллион плюсқа кетеді. Сондықтан сендер де шешім қабылдаған кезде, егер мен бұны жасасам, немесе жасамасам, қандай салдары болуы мүмкін, или нәтижесі болуы мүмкін? Жасасам, осындай кездесуге барсам, мүмкін, ол жерде бір пайдалы ақпарат айтып қалар, сіздердің өмірлеріңе әсер етіп қалар деген плюс болуы мүмкін. Бармасаңыз, ештеңе жоғалтпайсыз, ұйықтайсыз, как бы күнделікті өмір сүріп жүрген өмірлеріңізді сүре бересіңдер. Дұрыс қой? Дұрыс. Сондықтан шешім қабылдаған кезде оның манағы әсері бар, жасасаң, жасамасаң, қандай плюсы бар, қандай минусы бар. Сосын әрқашан қате сценарийді жоспарлау керек. Егер мен осыған барсам, болмай қалса, біздің бәріміз Есей екеуміз талқылап отырмыз, жас кезіміздегі үлкен жіберген мүмкін ол жастықтың белгісі, бірақ барлығы күшті болады деп сеніп қалу. Барлығы күшті болып қалады деп сенсеңіздер, адамдар екіге бөлінеді. Мысалы, адамдармен танысасыңдар ғой, жігіттермен, қыздармен, барлығы күшті болып көрінеді сендерге. Сосын кейін сендер айтасыңдар, ой, жаман екен, сөйтіп қалады, сатып кетті, алдап кетті, сөзіне тұрмайтын адам екен, тайып кетті деп. Дұрыс па? Одан да адамдар барлығы керемет емес, өзін керемет екенін дәлелдегенше деген қабылдасаңдар, сіздерге кішкене қауіпсіз болады ол. Дұрыс қой, адамның бәрі вау емес, өзінің жақсы екендігін дәлелдегенше кішкене былай адамдардан тіксініп, керемет қылбылармен аралас құрлас болып кетпей, кішкене сақтанып жүру керек. Сол кезде разочарование аз болады, көңіл қалу. Көңіл қалу деген не? Көңілді қалады деген кезде, адам біреуден немесе бір нәрседен көңілі қалады деген кезде, ол біздің ішкі күтетін нәрсемізге сай келмей қалу. Бірақ адам ешқашан, немесе сыртқы жағдай, ешқашан біздің күткеніміздей болмауы мүмкін, әбден. Жастық шақта жіберетін қателігіміз осы. Бір нәрсеге адамдардан сеніп қаламыз да, сосын үмітіміз ақталмай қалған кезде, бір дүние төңкерілгендей, мысалы бір баға ала алмай қалған кезде, бағамыз бүткіл өмірімізге әсер ететіндей, немесе тағысын көптеген себептерге біз қатты құлазимыз. Олай болмау керек. Негізі, егер таңертең тұрсаңдар, таңертең жаңбыр жауып тұрса, сендер не істейсіңдер? Таңертең тұрыңдар, бері қарай келу керек, жаңбыр жауып тұр, не істейсіңдер? Қалыңырақ киінесіңдер. Сосын қолдарыңа, егер енді Маңғыстауда көп ешкім қол шатыр ұстамайды, бірақ дегенмен де Астанада ұстау қиын, андай қол шатыр ұстайсыңдар, дұрыс па? Зонтик аласыңдар, су бот егесіңдер, тағысын, дұрыс па? Сендер сыртқы ортаның сондай екендігін қабылдап тұрсыңдар. Өмірде де солай. Егер бір ойлаған нәтижелеріңе, ойлаған мақсаттарыңа жете алмай қалып жатсаңдар, ол сендерлердің проблемаларың, сендер сондай бір әлсіз, немесе адам қиналғанда, мен сорлы, мен бейшара, мен жете алмай қалдым, неге мен сондай невезучиймін, неге менің маңдайыма сондай бұйырады, неге мен бүйтем деп, адам өз-өзін қинап жүреді. Олай емес. Сен қандай везучий, невезучий болсаң да жаңбыр жауады. Сен қандай везучий, невезучий болсаң да күн мен түн ауысады. Сен қандай везучий, невезучий болсаң да қыс түседі, жаз келеді, күз келеді, ақша кейде болады, кейде болмайды, жұмыс кейде болады, кейде болмайды, әртүрлі. Ситуация болады. Сол ситуацияны еңсеру, сол ситуацияны түзеу, ол енді ол сіздерге байланысты. Банағыдай. Әрине, жаңбыр жауып тұрса, жүгіріп атып шығып, шортимен
енді немен шлепанцымен алып шықсаң тоңып ауырып қаласың ғой. Сол сияқты егер әрекетің дұрыс болмаса, солай зардабын шегесің, салдарын шегесің. Негізі әңгіменің төркіні осы. Мамандық таңдаған кезде енді мен айтайын, енді өзіме қатысты мамандықтардың түр-түрін көргеннен кейін мұнайшы болдым, одан кейін хабарда журналист болдық, одан кейін қазір міне Білім Медиа Групп деген компанияны жасадық. Маңғыстауда Қарақұдық мұнайда істедік. Маңғыстаудың әкімшілігімен бірге істедік. Мектептер, ауыл, білім беру саласындағы ұбт-ға дайындық деп облыстың мектептерімен жұмыс істедік. Біздің компанияның басқарған, ол кезде біз Қырымбек Елеуұлымен жұмыс істейтінбіз, Көшербаевпен. Одан басқа Қарашығанақта мұнай жерде 5000 метрде мұнай қазып, сол жерде біздің алдан қойған мектепте, бізде мектепте университетте оқытпаған дүние бар екенді. Мұнайшы деген. Сендер қазір қандай мамандықта оқытсыңдар қазір? Қандай? Связист, юрист, переводчик. Қандай? Бухгалтер? Бухгалтер. IT бар арасында, е? Педагог, мұғалім, психолог. Кім? Вот әртүрлі мамандық иегерлері бір нәрсені түсіндір. Қазіргі заманда бұл қатып қалған бір мамандық емес. Сол мамандықтың негізінде жұмыстың түрлері көп екен. Бізге соны оқытпапты. Яғни сіз бухгалтер болып бітірсеңіз, бухгалтердің түр-түрі бар. Бухгалтер по зарплатам, бухгалтер по налогам, бухгалтер по тому, бухгалтер по сему, аудармашылардың түр-түрі бар. Жай аудармашы бар, редактор аудармашы бар, ана тілден аударатын, қазақ тілден аударатын, ағылшын тілден аударатын, тағысын қазір AI бар, жасанды интеллектпен аударатын, связь деген тіпті керемет дүние. Қазір GSM, мұнау қазір интернет, қазақ телеком қатты дамып жатыр. Сондықтан ертең Starlinkті білесіздер, Starlink енді Маңғыстауға нағыз керек жер, себебі анандай территорияға кабель созу мүмкін емес. Ол өте қымбат. Сондықтан Starlinkпен кетеді барлығы ертең интернет. Мына Білім Медиа Групп деген, біз Білімленд деген компанияның негізін қалаған кезде, біз бәріміз Маңғыстауда жұмыс істедік. Мен Маңғыстауда, Рауан Кенжеханұлы деген біздің басшымыз бар, ол кісі әкімнің кеңесшісі болды. Тимур деген жігіт бізде Мұхтар сол жерде облыстық телекомпанияның директоры болды, Қазақстан Ақтаудың. Сол кезде біздің көргеніміздің себебі, анау Маңғыстауда жүрген балалардың алдында ең күшті сапалы дүние, контент жоқ екен. Соны біз қазақшалап жасамасақ, балалардың оқитын дүниесі алдындағы мұғалімге ғана тәуелді болып қалды деген идеядан болды. Егер сендердің бақтарыңа қарай мықты мұғалім түссе, бағың, ал егер түспесеш, ұрса беретін, оқымай қалған, үйдің мәселесін аса алмай қалған мұғалім болсашы, онда баланың тағдыры қалады сол жерде. Бала Гарвард туралы білу керек, Стэнфорд туралы білу керек, Тесла туралы білу керек деген мақсатпен біз кезінде осы Викибілім, Білім Медиа Групп деген компаниялар құрып, цифрлық контентті жасадық. Сонда сол Маңғыстаудың бізге берген үлкен әсері сондай болды. Сол Маңғыстауда жүріп, қазақтың ең шеті, не бұлай шекаралас ел дейтіндей қасында керемет дамыған мемлекет жоқ бәрібір. Түркменстан бар, бірақ Түркменстан жабық. Мына жақта теңіз, аса бір не жоқ. Сондықтан сол жағынан сендер жауап қандай ұлы жердің, киелі жердің адамдар екендігін біліп жүрсіздер. Соны әрқашан іштеріңді ұстап жүріңдер. Не үшін? Намыс үшін. Сендердің бабаларың Ақтау қаласына кіре алмаған. Сіздердің бабаларыңыз кезінде о баста түркмендерден Маңғыстауды тартып алған. Сол еңбегі үшін, сол ерлігі үшін сендер жалпы қазақтың дамуына үлес қосуларың керек. Қазір атақты маңғыстаулық адамдар кімдер бар? Кімдерді білесіңдер? Маңғыстаулық адам әйгілі атақты. Атайықшы. Әйгілі маңғыстаулықтарды атайықшы. Кім? Әбіш Кекілбаев. Сосын Айгүл Қосанова. Кім тағы да бар? Маңғыстаудан шыққан. Жаңаөзенді айтпаймын, Жаңаөзеннен шығып кеткен атақты. Жарайды енді, Жемини дейтіндер, ал ана кім еді әнші, қаншайым? Ғаділбек Жаңай, Жемини, тағы да Қосай, Жақау, тағы. Сендер білесіңдер ме, Жемини деген
Зайсан деген жерді білесіздер ме қазақтың? Зайсанда Жемени деген өзен бар. Білесіздер ме? Жемени деген өзен бар. Сендер сонда елесетіндер. Жемени деген өзен, сіздердің Адайдың ішіндегі Жеменидің атауы жайдан жай сол жермен байланысты болуы жайдан жай нәрсе емес. Қазақтың жері бәрімізге ортақ. Менің жерім Маңғыстау, менің жерім өзен, мен сол жаққа барам, мен адаймын, қалғандарың басқа, наймандар мен арғындар деген сияқты әңгіме жараспайды бізге қазір. Сіздердің жеріңіз, Астанада да сендердің жерлерің, шығыста сендердің жерлерің, басқа да жерлерің. Сондықтан қай жерде жүрсек те, менің әйгілі сөзді де кім айтты? Әр қазағым жалғызым дегенді. Кім айтты? Сабырадай дегенді білесіздер ме? Сабырадай деген ақын бар Маңғыстаудан. Міне сендер өз елдеріңден шыққан бірен саран адамдар. Мұрат Өскенбайды кім біледі? Мұрат Өскенбай атақты күй мектебінің, Маңғыстау күй мектебінің негізін қалаған кісі. Қазір Мұрат Өскенбай атындағы күйшілердің жарысы өтеді Маңғыстауда. Сендер соны арқалап жүрулерің керек. Жүрген жерлеріңде ертең сіздердің біреу сұраса, қай жердің баласысың десе, біз Маңғыстаудың баласымыз, біз Маңғыстауда осындай кісілер шыққан. Маңғыстауда Әбіш Кекілбаев не деп атаған? Ұйқыдағы ару деген. Ұйқыдағы ару деген атауының себебін білесіздер ме? Төбеден снимекті көрмедіңдер ме? Маңғыстауда космостан қарағанда снимекті көрдіңдер ме? Көрмедім, мына жерге алып келіп көрсетуге болатын еді. Маңғыстауда, егер Маңғыстау түбегіне бүйтіп космостан қарасаңыздар, біткен әйел адамның бет пішіні шығады. Қыр мұрынды, біткен, шашы істеген әдемі кезең. Ол сондай теңеулерді біліп жүру, сіздерді елдің атынан жүргендіктен, елдің абыройын көтеріп жүргендіктен, онан нәрселерді біліп жүріңіздер, оқып жүріңіздер. Кімді негізі жарайды осымен тоқтайық, бірақ енді сұрақ жауапқа көшейік. Егер сіздердің мазалап жүрген сұрақтарың бар болса, елге қайтайын ба, бүйтейін ба, сөйтейін ба, басқа, онда сол сұрақ жауаппен істеп көрейік. Мен айттым ғой, сыйлық бар бізде, Ал сыйлыққа көшейік онда. Қандай мәселе мазалап жүр? Микрофон. Саламатсыз ба? Менде осы қазір бір сұрақ бар еді сізге. Жаңа шешім қабылдау туралы, мамандық туралы айттыңыз ғой. Жалпы мысалға қатты дамып кеткен, уже барлық нәрсені көріп, көтеріп кеткен адамға қарап дамыған дұрыс па, әлде өзіңді біреумен салыстырып жүріп көтерілген дұрыс па? Күшті сұрақ. Біздің бүткіл проблемаларымыздың бірі, мен мұғалімдермен де сөйлескен кезде айтатын нәрсе, әр адам өз бетімен бақытты бола алады. Әр адам өз бетімен өзінің дүниесіне шүкіршілік тәуба етіп бақытты бола алады. Бірақ проблема неде? Проблема әр адам біреуден бақыттырақ болғысы келеді. Міне осы бүткіл бәріміздің қазір әлеуметтік желіде көрген дүниеміз, өз-өзімізбен жүрсек, дамуымыз, мақсатымыз бар. Шешім қабылдаған кезде міндетті түрде мақсат болу керек. Егер мақсат болмаса, онда шешім қабылданбайды. Біреуден бақыттырақ болу керек. Үйде біреумен салыстырсаңыздар шашылып қаласыздар. Әр қашан білетін нәрсе, түсінетін нәрсе. Менен де, сенен де күшті, күші көп адам бар. Менен де, сенен де күшті, ақылды адам бар. Менен де, сенен де күшті, бай адам бар. Сондықтан біреудің манағы көрсеткіштеріне жетіп, сонымен жарысып, мен сондай бақытты болмай жатырмын деген нәрсені біздің қазір айырылып бара жатырмыз. Парқын түсіну деген, бағалай білу деген нәрсе сол. Қазір түсіну. Өз-өзіңе мақсат қойып тастасаңыз, сонымен ұра беру керек қой. Біреумен салыстырудың қажеті жоқ. Біз Илон Маск бола алмайсыздар. Бола алмаймыз. Реальность, сіздер қазір стартовая точка колледжден бастап жатсыздар, Маңғыстаудан. Сіздер қазір Алматы, Астананың қаласының мына жерде НИШ бітірген, КТЛ бітірген балалармен жарыспайсыздар. Түсінікті ғой. Сіздер өздеріңіз мақсат қоясыздар. Бірақ олардан үлгі алуға болады.
олар жақсы адамнан үлгі алу керек. Күшті. Тағы да қандай сұрақтар бар жігіттер? Микрофон. Немесе тұрып қоя бер, егер. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сізге сұрағым, осы сұранысқа ие болған мамандық ол адамды бақытты қыла ма? Адамды мамандықта бір маңызды нәрсе бар. Кез келген мамандық бақытты қылады, егер саған жеткілікті ақша берсе. Ақша таба алатын болсаң. Сол сені бақытты қылады. Ол рас. Біз ақшадан қашпауымыз керек. Ақша әңгімесі маңызды. Сондықтан егер ол жұрттың көзінде авторитетті емес мамандық болады, немесе мынау деген бір абыройлы мамандық емес қой деп ойлауы мүмкін, бірақ ақша тауып жатқан мамандық болса, беретін, өзіңе жеткілікті. Ол міндетті түрде, шартты түрде миллион, 2 миллион деген әңгіме емес. Өзіңе жеткілікті ақша беріп тұрса, ол сені бақытты ететін мамандық. Сосын ол неге байланысты, сіз қандай мақсат көздейсіз? Мысалы, мен 2008 жылға дейін мұнай саласында жұмыс істедім. Американдық Baker Hughes деген компанияда. Baker Hughes деген компанияны жер бұрғылайды, скважинаны бұрғылайтын, бүйтіп отклонение жасайтын мамандықта істеп жүрдім. 2008 жылы мен болашақпен бітіріп келдім. 2007 жылы. Болашақпен бітіріп келдім де магистратураны Қазақстан келдім де ойладым. Мен деген анау магистр болып бітіріп келдім ғой. Далада жүруім бір түрлі ғой. Анандай құбырларды жинап, бәрі, о жерде сауат, ешкім сөз сөйлемейді, о жерде бәрі боғауызсызбен сөйлейтін жерлер, месторождениеде білесіздер. О жерде, сондай жерде қайтып жүремін мен, оқу бітіріп келдім, мен бір жаққа баруым керек, офисқа баруым керек деп, тастап кеттім мұнай саласын. Басқа жаққа осы, Маңғыстауға жұмысқа шақырды, сол Маңғыстауға кетіп қалдым, Қарақұдыққа, офисқа, сөйтіп сол офистегі жұмысым маған ұнап, сөйтіп кеттім. Бірақ ойлаймын, мүмкін, егер қазақта жақсы сөз бар. Адам жүрген жерінде көгерер деген сөз бар, біріншіден. Екіншісі, жүрген аяққа жүргелік ет деген бар. Егер неде бар ғой, әрекеттің артында не басталады? Жаңа дүниелер басталады. Егер бір жерде отыра берсе, онда өзгеріс болмайды. Егер өзгеріске қаласаңыздар, әрқашан әрекеттену керек. Бірақ бір нәрседен мұқият болыңыздар. Шешім қабылдаған кезде деп айттық. Мына жерде енді біздің де сіздер жасты ұлдарымыз бар, 3 жылдың әкесімін, бір ұлым даже отыр шақырдым, әде сен де тыңда деп. Енді шешім қабылдаған кезде біреудің алданып қалмаңдар. Білесіңдер, Қытайда отырған қазақтың қызы бар, өмір бақи неге кесілді, сотталды, на всю жизнь, пожизненный. Ол бір жігіті, нигериец, алдап чемоданына наркотик бірмен салып жүрген. Көп елдерде ол аэропорттан түседі, оны ұстайды, қазір қамауда. Ақерке бір атын есімде жоқ, бір қыз бар, сонда кейс бар. Қазақстанда қазір өте көп. Яндекс такси, Глова, неше түрлі компанияларға сіздің құрдастарыңыз барлығы жұмыс істейді. Не тасып жүргендеріңізді білмей қалсаңдар, мына апарып таста, мына жеріне әкеліп таста, маңызды емес. Сіз о жерде услуга көрсетіп жатсыз ба, әлде шын жасап жатсыздар ба? Наркотик көлемі 10 грамм 5 жылдан 10 жылға дейін. 10 грамм деген нәрсені елестетіп қойыңдар. Мынандай ақ дүние. Шешімді дұрыс, біреуге сеніп қалмаңдар дегенім сол. Аэропортта, вокзалда, көшеде жақын досың айтады саған, ана жерге дейін жеткізіп тасташы, ақшын беремін, 1-2 мың теңгеңді берем, ештеңе кетпейді ғой деп ауылға баратсың ғой. Астанадан өзенге баратсың, или өзеннен Астанаға баратсың, ұшып баратсың, пойызбен баратсың, ала кетші өзіңмен бірге деген. Ішін ашып қарамайынша өте қауіпті. Әдетте қауіп қайдан келеді? Әдетте қауіп өте қасыңда жақын араласатын, білетін, таныс адамнан келеді, бөтен адамнан емес. Ал андай успех дейді ғой, успех саған көмектесіп жүретін, әдетте біреулерден, бөтен біреулерден келеді. Жақыныңнан аз келеді. Ол әлеуметтік теория бар сондай. Сенің өміріңе әсер ететін адамдардың көпшілігі сенімен аралас-құрлас болмаған кездейсоқ адамдардың әсері сенің өміріңе қаттырақ болады деген. Бір ағаң, көкең, танысыңнан гөрі. Сондықтан аралас-құрлас болыңдар, адамдармен танысыңдар, білісіп жүріңдер, шақырылған жерлерден қалмаңдар, үлкен шаралар өткен жерге барыңдар. Ертең Алматы марафон болады, анау болады, мынау болады, волонтер болып жүріңдер, танысыңдар. Бабл деген бар, ағылшынша білесіңдер, бабл деген
это не шар, иә, анау бір. Сендер өздерінің бабылдарына қалып қоймаңдар. Біз тек қана маңғыстаулықтар, өзендіктер болып араласамыз, бөтендермен араласпаймыз. Мынау менің жақыным, туысым, сөзіміз бір жарасады, ойымыз, көңіліміз жарасады деген емес. Басқа елдің адамдарымен, басқа жердің адамдарымен араласыңдар. Жүріңдер, көріңдер. Неғұрлым көп білесіңдер шекарадан тыс жерде. Соғұрлым сендердің нелерін көкжиектің кеңеюі деген нәрсені білесіңдер, қазақша айтқанда. Көкжиек дегенде горизонт. Сол біреудің қасында біреулер төбелесіп жатса, сен банағы шухерде немесе былай қарап тұрып, сол жігіттерге қатысың болып ұсталып қалсаң, групповой нәрсе жалғыз төбелескеннен гөрі еселенеді. 5 жыл болса, егер жеке өзің біреуге зақым тигізсең, егер группамен болса 7 жылдан кетеді. Ол, мысалы, енді біз ұлдарды өсіріп отқаннан кейін, өз ұлдарымды өсіргеннен кейін айтатын ескеретін нәрсе, біреудің затына және біреудің денесіне жоламаңдар, тиіспеңдер. Біреуді ұрып қою, соғып қою. Талай тағдырды көргенбіз, талай адамдардың тағдыры сонымен кетеді, дұрыс емес шешім шығарған. Қыздарға бола ренжіп, біреуді ұрып соғып, немесе қыздар жігіттерге ренжіп, өздерінің бір жеріне зақым келтіру тұрмайды, ол нәрсе. Тұрмайды. Өмірлерінде мың рет ғашық боласыңдар, 1000 рет банағы тарасасыңдар. Сол нәрсені ескеру. Бұл шешім. Бұл шешімнің артындағы салдары өте маңызды. Сондықтан қауіпсіздік тағдырларыңа өте мұқият болыңдар. Тағдыр деген не? Құдайды айтады ғой, Алла дінде бізде тағдыр бар, тағдыр жазмыштан озмыш жоқ, маңдайымызға беріп қойған деп. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңдар. Егер сенің әрекетіңе қарай береді барлығы, ол бүйтіп қатып қалған дүние емес. Ол бүйтіп, егер сен нақты бір шешім қабылдаған кезде 3 түрлі траекторияға кетеді, 3 түрлі бағытқа кетеді өмірің. Сосын келесі қадамды тағы бір шешім қабылдайсың. Соған байланысты ол кетеді. Ол бүйтіп өмірін өз өміріне жауап бере алмайтын адамдар бұл тағдыр ғой дей салады. Олай емес. Өз өміріне жауап беретін адам өз өміріне жауап бере алу керек, себебі шешімді сіз шығарасыздар. Сіздер қазір колледжде оқып жүріп, тағдырларың осы колледждегі мамандықпен аяқталмайды. Оны ойлап қалмаңдар, вот біз осы мамандықтың өмір бақи иесі боламыз, связист боламын, аудармашы боламын. Ол тұрмақ университет бітіріп, болашақпен бітіріп келген адамдар, біздер мамандықтарымыз басқа болып кетті. Мамандық деген ең бірінші адами капитал дейді, адами дағдыларыңды біліңдер. Қазақша жазу керек, қазақша дұрыс сөйлеу керек. Бұл ең бірінші. Одан кейін мүмкіндік болса орысша, тағы да мүмкіндіктерің артылып алса ағылшынша. Бұл жазу мен сөйлеу өте керек өмірде. Қандай мамандық егер болмасаңыздарды керек. Одан кейін компьютер. Компьютер қарапайым. Компьютерді қосып өшіру, ішіндегі Word, Excel, PowerPoint-ті білу. Одан кейін қазір жасанды интеллект, Gemini'дің, ChatGPT'дің айырмашылығын білу, қарапайым дүниелер. Бұл барлық мамандық егеріне бірдей. Қазір ешкім ағылшын тілін пәнінің мұғаліміне, ағылшын пәнінен аудармашыға көп жағдайда түспейді. Неге? Себебі ағылшын тілін білу, ол қазір барлық мамандық иелеріне не? Міндетті. Компьютер деген мамандықты қосымша оқымайды қазір, бөлек компьютер деген, оператор компьютерна ЭВМ деген баяғыда мамандық болатын. Себебі барлық адам компьютер білуіне міндетті. Сондықтан қазіргі мамандықтарың қатып қалған дүние емес. Дамытыңдар. Мына үшеуі бұл кез келген мамандыққа керек. Тіл, компьютер деген дүниелер. Кез келген. Ертең біреудің помощнигі боласың. Мысалы, ертең депутат Еділ Жаңбыршиннің помощнигіне Маңғыстаудың облысының бір балаларын іздейді делік. Білесіңдер, депутат бар, иә, мысалға. Еділ Жаңбыршинді білесіздер ме? Білмейсіздер ме? Ақтау қаласының әкім болған, сондай қазір мәжілісте депутат болып отқан кісі. Осында Самат фамилиясы кім еді? Ақтау қаласының үлкен бизнесмені бар. Қонақ үйі бар үлкен жерде. Жалпы ақтаулықтар болып амал мерекесін тойламайсыздар ма? Тойлайсыздар ма? Соның осы жерде жерлестіктер бар, не бар, оған барыңдар бәрін, араласыңдар, құрласыңдар. Себебі поддержка керек андай сіздерге. Алмас Алтай деген жігіт бар осында, үлкен журналист жігіттер. Кезінде мына жерде біздің қасымызда жүрген Бекзат Жүсіп деген бар, қазір Ақтау қаласы әкімнің орынбасары, хабардың несі болған, редакторы болған. Сондай ақтаулықтарды жағалай беріңдер. Одан жоқ, ағалап, апалап, сәлем беріп. Бірақ өте сондаға неге мұқият болыңдар. Ал, тағы да сұрақ бар ма? Аха. Уалейкум ассалам.
Вот жетістік деген кезде ол да қиын. Жетістік дегеніміз не? Ол сұраққа манағы жауап беретін жетістік деген сұрақтың жауабы көп болуы мүмкін. Жетістік деген дұрыс үйленсең, бақытты болсаң, бала шағаң болса, біреу үшін сол жетістік. Біреу үшін $1 миллион ақша болу, ол жетістік. Біреу үшін Астанада емес, Лондонда тұру жетістік. Сіздер жетістіктерің не? Ана не деген не бар? Баяғыда бір самолет ұшып бара жатып, немістер оны атқылаған екен да. Осын атқылағаннан кейін келіп қонған. Осын барлық инженерлер қарайды да айтады, мына самолеттің оқтары тескен жерлерін қарап, соны біз жөндеуіміз керек. Сонда ол жетістік болады. Бұл самолет бұдан да күшті болады деп ойлайды. Мына самолет оқтары тиіпті, сол жерді күштіліп жасасақ, келесі самолеттеріміз мықты болады дейді. Бірақ мына нәрсені ескеру керек. Бұл самолет оқ тисе де не істеді? Қонды. Ол жетістігі. Ал егер сен оны күшейткің келсе, сен құлап қалған самолеттерді зерттеуің керек. Олар неге құлап қалды? Түсінікті ғой, себебі жетістікке жеткен адамның артында түсінікті көп нелері бар, қиындықтары бар. Бірақ олардікі сендер үшін, біз үшін, бәріміз үшін стандарт емес. Талай миллион адам, мысалы бір адам жетістікке жетсе, 99 адам құлады, жетістікке жете алмады. Сондықтан жетістік деген ұғымды сендер интернеттен көрген кезде Forbes, миллионер, крутой, керемет спортсмен, мысалы менің балам футбол ойнайды. Осыдан Темірәлі деген ұлым отыр, футбол ойнайды, дүшкіде ойнайды. Бірақ біз түсінеміз. АПЛ-да, КПЛ-да, енді барлық балалар бар. Мен Барселона ойнаймын, мен Реалға ойнаймын дейді ғой. Енді КПЛ-дің өзінде, Қазақстан футбол лигасының өзінде ойнау қиын. Қазақ балаларына өте қиын. Сондықтан қиялға жайып арман кішкене нақты болу керек. Жетістікке жеткен кезде Криштиану бәрімізге ұнайды, не істейді, бірақ реальностьқа да қараймыз. Сондықтан сендер жетістікті өздері анықтайсыңдар. Сіз үшін жетістік деген не? Керемет, ақылды. Мысалға, енді жігіттер отыр ғой, қыздар да отыр. Баяғыда келіншегімізді танымаймыз, қыз бен жігіт болып жүрмейміз. Бірақ қандай образда қыз бала болу керек деген кезде таза есеп болатын. Оның образы болатын менде. Мен егер ол образдан тыс болса, қыздармен араласпайтын, таныспайтын. Мысалға, сендердің де образдарында сондай болуы мүмкін. Алдын ала, мен үшін жетістік осындай мамандыққа жету, осындай ақшаға жету, осындай қыз баламен мысалға танысу деген сияқты. Сен соны жоспарлаған кезде, сен соған әрекет ете бастайсың. Кемшіліктері, қиындықтар, бәрінің артында қиындық болады. Ешкім бәрі жара-жара ғой, бәрінің бір жері жара-жара. Жетістікке жеткен адам андай күшті болып шалқып отырмайды ешкім, ондай ол түсінікті. Сондықтан андай жұмыс. Уақытымыз шектеулі, өкінішке орай. Қоя ғой сұрағыңыз. Қоя қойсын. Сәлеметсіз. Жаңа дамытыңдар, істеңдер, әрекет етіңдер, дамыңдар деп отырсыз ғой. Қазір любой адам дамығысы келеді, іс-әрекет еткісі келеді, бірақ сразу сынып қалады. Сол сынып қалмау үшін не істеу керек? Сынып қалмау үшін де біз мына келіп отырмыз. Бүгін Исеяға бар, біз бар. Осында мына қанша кураторларыңыз бар. Ең бірінші мен адам баласына берген үлкен нығметтің бірі ауыз, сөз, сөйлеу. Қиналсаңдар, бірінші қиын болса, бірінші кезекте міне кураторлардан сұрайсыздар. Кураторлар біз сіздердің алдарыңызға шыққан кезде жай сіздерге әңгіме айтып беріп кету емес. Егер осыдан кейін сіздердің бір мәселелеріңіз, сұрақтарыңыз болатын болса, осы кісіге барып сөйлессек, проблемамызды айтсақ, мүмкін бір кеңес берер, бір амалын көрсетіп жіберер деп сенсеңіздер, хабарласыңдар. Осы жерде отырамыз 2-1-де. 24 осы жарқын болашақпен бір кеңседе отырамыз, бір жерде отырамыз. Сондықтан қандай қиын жағдай болмасын, біреуден барып кеңес сұрап ақылдасыңдар. Міндетті түрде қиналмаңдар. Жалғыз емессіңдер. Адам баласы мынау жалғыз болып қалғаннан қиналады да. Жігіттер де әсіресе, мынау жігіттің намыс, ешкім мені көрмеу керек, сынғанымды, қиналғанымды деген барлығы қазір ондай заман емес. Қазір бір-бірімізге қолдау көрсететін заман. Біз енді сендерден біз кәріміз деп айтпаймыз, әлі де оқуға түскім келіп жүр мен мысалға. Қазір оқуға түскім келіп жүр, жаңа мамандық иесі болғым келіп жүр, жаңа мамандықты алсам, мұғалімдікті оқысам деп ойлап жүрмін мысалға. Сондықтан жасым 44-те мысалға.
сендерге әлі талай нәрсені не істейсіңдер. Сондықтан өмір енді басталып жатыр. Егер мәселелерің бар болса, білмеймін енді, қиын. Заң тұрғысынан, эмоция тұрғысынан, психология тұрғысынан, манағы колледж, басқа мамандық, аудармашы, келіңдер, аудармашы, заңгер, бухгалтер, келіңдер, практикадан өту, кәсіби мамандардың қасына тіркеп қою, үйрету деген мүмкіндік бар, Құдайға шүкір. Айтыңдар, келіңдер, не жоқ, мәселе жоқ. Уақытымызды тығыз енді. Бір кезде бәрін айтып мүмкін емес. Мен енді Инстаграмда жоқпын. Егер мені іздесеңдер, LinkedIn-де бар. LinkedIn деген күшті профессиональный әлеуметтік желі бар. Өздерінің кәсіби нелеріңді резюме сияқты ол. Резюмелеріңді сол жерде дамытып, сол жерде ақылды адамдар көп отырады. Сол жақты оқып тыңдаңдар. LinkedIn, Instagram емес, Facebook емес, TikTok емес. Сендер уже кәсіби маман болып келе жатсыңдар. Стажировка өту керек, практика өту керек міндетті түрде. Біріншіден рекомендация алу керек. Сол жағын портфолио жинау керек, сол жағын ойластыра бастаңдар. Сол LinkedIn-де отырсыңдар, кішкене ақылды адамдар отырады, сол жерде тыңдайсыңдар. Рахмет.